15 минутта дайын болатын өте жұмсақ әрі дәмді печенье жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, сұйық май, секер және де сметан, бір жұмыртқа, разрыхитель, сахарный пудра, жарты шай қасық ас содасын қосатын боламыз. Сметанымызға жарты шай қасық ас содамызды қосып, оны жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне 2 шай қасық разрыхителімізді қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Дәл видеодағыдай қылып жасасаңыздар, өте керемет дәмді жұмсақ печенье шығады. Барлығына қажетті граммдарын барлығын видеоның астына жазатын боламын. Дайын болған қамырымызды қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп формаға салатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт салсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минутта дайын болады. Міне біздің печеньеміз дайын, өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.